Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай қытырлақ әрі іші шырынды дөнер жасауды үйретемін. Алдымен тауықтың сүбе етін алып, видеода көрсетілгендей турап аламыз. Кейін үлкен пияздың жартысын алып, оның өзін екіге бөліп тураймыз. Туралған пияздарымызды жаңағы тауықтың етіне қосамыз. Кейін бір үлкен сарымсақты алып, үккіштен өткіземіз. Кейін бұл сарымсақты екіге бөліп, бір бөлігін соусқа, ал екінші бөлігін тауықтың етіне маринад ретінде қолданамыз. Маринад үшін бір қасық тұз, шамамен қасықтың 3-тен 1 бөлігіндей қара бұрыш, 1 шай қасығы паприка қосамыз. Және 1 ас қасық сұйық май қосамыз. Дайын болған маринадты жақсылап араластырып, бетін жауып 1 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Маринадымыз дайын болғанша келесі соусты жасауға көшеміз. Ол үшін көк пиязды ұсақтап турап аламыз. Келесі осы соусқа шамамен 180 грамдай қаймақ қосамыз. Қаймақтың майлылығы 10-15% болса жарайды. Жарты ас қасығындай тұз қосып, барлығын араластырамыз. Келесі картопты соломка ретінде турап, фри дайындауға көшеміз. Кейін осы туралған картоптарды суға салып, жуып алуды ұмытпаңыздар. Табаға майды құйып, майдың қызығанын күтпей, бірден картопты салып араластырамыз. Сол кезде май сыртқа шашырап кетпейтін болады. Осылай қызарып піскеннен кейін табадан аламыз. Кейін бір қызанағымызды видеода көрсетілгендей тураймыз. Барлығы дайын болғанша біздің маринадымызда 1 сағат тоңазытқышта тұрды. Оны жаңағы картоп піскен табаға бірден салсаңыздар болады. Піскен кезде беті осылай қызарып, әдемі болып шығады. Енді дөнерімізді жинауға кірісейік. Ең алдымен тауықтың етін саламыз. Одан кейін соусымызды құямыз. Соусымыз неғұрлым көп болған сайын, біздің дөнеріміздің арасы өте сондай шырынды болып шығатын болады. Яғни құрғақ болмайды. Кейін үстіне фриді саламыз. Арасына тағы да сәл соус құйсақ болады. Кейін үстіне қызанағымызды қоямыз. Егер сіздерде қызыл пияз болса, арасына қоссаңыздар да өте дәмді болып шығады. Менің лавашым өте жұқа болды. Сондықтан да мен тағы бір лаваштың жартысын оған жалғаған болатынмын. Оралған дөнерімізді осылай гриль табаға екі жағын қызартып
пісіріп аламыз. Сіздерде тостер болса, тостерге де жасасаңыздар болады. Міне осындай сырды, қытырлақ, іші шырынды, өте дәмді дөнер шығатын болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.